Сегодня 1 мая, Всемирный день защиты детей, мы устроили экскурсию детям, детдомствам, а также малоимущим семьям, которые здесь находятся. И сегодня показали, как на море человек тонет, как спасать его, как первую помощь делать. А также сейчас мы даем, прокатим на наших катерах. Аудан қалалардан 50 бала келіп отыр бүгінгі мерекеге. Сол мерекелік шараға келіп отырған оқушыларды судан құтқару ережесіне сәйкес бүгін төтенше жағдайлардың судан құтқару басқармасына келіп оқушыларды алып келіп жерде қыдыртып жатырмыз. Балалар су қауіпсіздігі бойынша танысты, лекция оқылды, катерменен теңізде жүзіп шықты. Үлкен рахмет Аманғали сізге. Осындай етіп біздің балаларымызға лекция оқыңыз. Жиі кездесіп тұрайық. Деніміз сау, тыныш болсын балаларымыз. Рахмет.